Ассаламу алейкум. Бүгін бізде Toyota Corolla автокөлігі. Бұл көлік бізге оталмай келіп тұр. Көліктің иесінің айтуы бойынша, бұл көліктің капотын ашам дегенде, астындағы бір сым, яғни проводы қысылып қалып, үзіліп қалып, содан кейін көлік оталмай қалды дейді. Көліктің иесі ол проводты кейін орнына жалғаған, бірақ та көлік оталмайды. Сондықтан осы көлікті қарайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Және де бұл көліктің автосигнализациясы жасамай қалған, яғни көлікті ашып жабатын центр замогы да жасамай қалған екен. Зажигание ашамыз. Так, зажигание кезінде бізде тек қана майдың суреті жанып тұр. Болды, басқа ештеңе жоқ. Так, енді барлық қалған нәрселесіне назар аударып көрейік. Біз печка жасай ма? Пешіміз жасап тұр. Повороттарымыз жасап тұр, дальний жасап тұр. Осындай бір визуально қарап алған дұрыс. Яғни зажиганиемен не жұмыс істейді? Соларды, яғни зажигание кезінде печка істейді, поворотник істейді, стеклоподъемник істейді. Жақсы, стеклоподъемник қазір ашпаймын, себебі қазір қыс мезгілі болғандықтан ашу қиын болады. Жақсы, зажигание кезінде бізде қосылатын нәрселер істеп тұр. Так, магнитофонда қосылды, стартерда істеп тұр. Зажигание тек біртүрлі зажигание жоқ сияқты, бірақ зажигание бізде негізі бар. Бірақ та көліктің приборында ештеңе жанып тұрған жоқ. Негізі біз көлік осылай келген кезде көліктің иесінен сұраймыз, қалай болды, неден болды. Барлық деталь информациясын сұрап аламыз. Ол біздің ремонтымызға әсер етеді. Неге? Себебі мысалы көліктің иесі айтуы мүмкін, мотор жинадық деуі мүмкін. Ол да үлкен бізге мүмкін, болмаса бір жерін соғып алдым деуі мүмкін. Сол информацияның барлығы бізге өте маңызды болып келеді. Информация арқылы қазір осылай жұмыс істейтін боламыз. Яғни капот ашқан кезде сым үзілді деп айтты ғой, сондықтан осы жерден бастап қарайтын боламыз. Яғни содан кейін сигнализациясы жасамай қалды дейді. Мүмкін сигнализацияда бір блокировка болды, әбден мүмкін. Мына штекерді алып қарасақ, қазір бізде мына үзілген жеріміз, үзілген проводымыз, ол біздің ақ қара проводқа жалғанған. Ал ақ қара провод бізде Toyotаларда ол постоянный минус. Яғни мына жерден минус алған деген сөз. Содан кейін өздері кері жалғап қойған ғой мына проводты, енді кері восстановить етіп қойған мына проводты. Ол провод бұлай айналып келіп мына жерден біздің сигнализациямыздың сұр және ақ, сұр ақ проводқа жалғанған, яғни сұр қара сызғымен осы проводқа жалғап қойған екен. Бірақ та неге ол үшін жалғанын білмеймін, бірақ та сұр қара провод біздің сигнализацияның контроль двигателіне жауап береді, яғни көліктің оталуын көретін провод мынау. Бұл жерде ешқашан минус тұрмау керек. Және де қарасақ, бұл жерде тағы да бос штекерлер бар, бос проводтар. Демек, бұл минус сигнализацияның минусы болуы мүмкін. Сигнализацияның минусы болуы мүмкін. Ал сигнализацияда блокировка болуы мүмкін. Ол тек қана менің ойым. Себебі мына жалғаған проводы, өзінің жалғап қойған проводы, ол емес болуы мүмкін. Ол қателесіп басқа жерге жалғап қойуы мүмкін, бірақ та көріп тұрғанымыз біздің минус үзілген, бір жерден жалғаған минус. Ол минусымыз қайда кеткені әлі де белгісіз. Бірақ та менің ойымша, менің пайымдауымша, бұл сигнализацияның минусы сияқты. Сондықтан қазір сигнализация блогы осы шамада тұр, осының артында тұр, ана бір бөлікте тұр. Сол сигнализацияны алып, блогын алып, минусын қарап көреміз. Мүмкін блокировка тұруы да әбден мүмкін. Сигнализация қарау барысында блокты әлі шығарған жоқпын. Блок ана жерде тұр, ана бұрышта тұр. Әлі шығарған жоқпын. Қарау барысында бізде мына жерден астынан мынандай реле байқадым. Бұл реле заводской реле емес, блокировочный реле сигнализациямен бірге жүреді. Осы біздің блокировкамызда болуы әбден ықтимал. Сондықтан қазір осы релені шешіп, қарап
көреміз қай проводтарға разрыв, яғни бұл релелер разрывпен кетеді, яғни бір проводты алады да, сигнализацияның бір проводын алады да, көліктің бір проводын алады да, осылай екіге бөледі. Екіге бөліп реленің біз екі контактісіне жалғайды, яғни үзік істейді. Бұл реле үзік жасайды, қолмен үзік жасайды. Сондықтан осы релені қазір шешіп қай проводтарға кеткен екенін қарайтын боламыз. Мүмкін осы жерден бізден бірдеңе алған шығар. Мына релеміз біздің мана айтып өткендей томогавк сигнализацияның блокировкасының релесі. Енді осы жерден біздер енді қазір не қараймыз? Силовой проводтарды қараймыз. Яғни қалың 30 бен 87-ні қарайтын боламыз. Бізде не болу керек? Яғни осы екі силовой провод бізде жалпы бір сымға кетуі мүмкін. Так, осылай қазір көрейік. Мына контактісіне қарай салайын. Так, ештеңе жоқ екен. Мұнда ештеңе жоқ. Яғни екі силовой, мына көк провод пен көк қызыл проводты қарап отырмын. Ештеңе жоқ. Зажигание ашамыз. Зажигание ашамыз. Күн зажиганиеға блокировка қойып тастаған шығар. Зажигание аштым. Ендігі кезекте қазір қараймыз. Так, бізде қазір релені қозғаған кезде зажиганиеміз қосылып кетті. Қазір мына жерден қозғап көрейік. Мінекей қозғап жатырмын. Зажигание сөніп, кері өшіп жатыр. Релені былай бұрап жатырмын. Демек, проблема осы жерде деген сөз. Қазір оны мен реледен бе, реледе емес пе екенін білу үшін алдымен қазір управлениемен қарап аламын. Управлениеде не бар екен? Минус бар. Мына жерде плюс жоқ. Мына екі контакты қосу үшін реле плюс пен плюсіміз бар, минус керек. Ал минус бізде жоқ. Ол минус бізде сигнализацияға керек. Сондықтан сигнализацияны әзірге қоя тұрып, біздер мына жерден перемычка беретін боламын. Яғни екі силовой контактыны қосамын. Екі контактымызды қостық. Қосылу керек контакт. Оны реле қосу керек. Қазір біз қолмен қосып қойдық. Бізде зажигание ашылды және де чек жанды. Енді қазір оталдырып көреміз. Так, өкінішке орай аккумулятор өшіп жатыр. Сондықтан қазір аккумуляторға бөлгөтіл жасап оталдырып көреміз. Енді оталдырып көрейік. Так, перемычкамыз бізде тұр. Зажигание ашылды. Стартер. Көлігіміз оталды. Енді қазір былай істеп көреміз. Перемычканы алып тастаймын. Егер көлік өшіп қалса, проблема осы реледе болуы мүмкін. Проблема осында. Демек, бұл провод бізде, бұл реле, блокировка релесі. Мен ондай релелерді негізі көбінесе алып тастаймын. Осындай релелерден біздер көп адамдар ойлайды, сигнализация көліктің оталуына кері әсерін тигізеді деп. Бұл кері әсерін тигізеді. Қай уақытта егер көлікті мысалы құлыптаған кезде, сигнализациямен құлыптаған кезде бұл реле екі проводты ажыратады. Сонда былайша айтқанда ұрламасы үшін көлікті кілтті есікті ашып оталдырасы келсе, екі провод ажырап тұрғандықтан бізде көлік оталмайды. Былайша айтқанда блокировка. Бірақ та бұл блокировканы көбінесе Ресейден келген көліктерде қондырылады. Біздің қазақстандық көліктерде ондай көп қондырылмайды. Блокировка жаңа көп клиенттер айтады, керек емес, алып ташы, онда керек емес, көлік оталмай қалса деген сияқты проблема болмасын деп сондай нәрселерді алдырып тастайды. Өзімде ондай нәрселерді мен сигнализация қондырған кезде мен ондай нәрсені орнатпаймын. Блокировканы
себебі адамдар жаңағыдай қиналмас үшін, болмаса көлік внезапно ойда жоқ кезде оталмай қалмас үшін ондай нәрселерді мен не істемеймін, орнатпаймын. Сондықтан қазір біздер бұл екі проводтың қайда кеткенін тауып аламыз, болмаса осы жерінде қоса салуға болады, проблема жоқ. Енді қазір түсіндіріп жіберейін. Бізде бір провод бар, зажиганиеден кететін провод. Мысалы, зажиганиеде бір провод, заводской машинаның проводы. Соны алады да екіге бөледі, осылай. Екіге бөлді, мысалы, осылай екіге бөлді. Сөйтіп, екі проводтың екі жағын біздің сигнализациямыздың силовой контактілеріне жалғап қояды. Яғни ол 30 бен 87. Мына бізде реле. Реленің катушканы управление бізде. Значит, мына бізде реле. Төрт контакты реле, яғни біреу, екеу, үшеу, төртеу. Екі силовойны жалғап қойды, 3087. Управление сигнализация береді. Яғни сигнализацияның пультімен қоптаған кезде бізде сигнализация мына екі проводты не істейді? Ажыратады. Басқа біреулер көлікті оталдырып кетпес үшін. Замок зажиганиенің астыңғы бөлігін аштық, қай жер жалғанғанын таптық. Енді мына жерден қарайтын болсақ, біздер екі силовой провод бізде көк, қызыл және де көк. Көк, қызыл және де көк. Енді қараймыз, осы жерден тауып аламыз. Көк, қызыл бізде қайда жалғанған? Қара, аққа жалғанған. Ал көгіміз біздің тоже қара, аққа жалғанған. Демек, мына провод қара, ақ провод, мына проводпен жалғану керек. Яғни екеуі бір провод деген сөз. Сондықтан мына жерден жалғап тастауға болады, оны мына жерден де жалғап тастауға болады. Проблема жоқ. Жасау принципі екеуінің бір, яғни бір проводтың бойымен өту керек нәрсе негізі. Релені алып тастадым мен. Үзген сымды кері орнына жалғап қойдым. Енді сигнализация көліктің оталуына ешқандай әсер етпейді. Тексереміз. Тексеріп көрейік. Қазір зажигание аштым. Стартер бұрайын. Көлік оталды. Ендігі кезекте бізге көліктің сигнализациясын істеу керек. Бізде мана айтып өткен минусымыз, ол сигнализацияның минусы, мінекей үзіліп қалған қара сымымыз, қара проводымыз. Ол сигнализацияның минусы, ол тұрақты, постоянно тұрады. Сол минусты манаға штекерге кері орнына, мына штекерге кері орнына жалғайтын боламыз. Көліктің иесі, яғни көліктің иесі бұл минусты басқа жерге жалғап қойған, яғни қате жалғап қойған екен. Кері орнына жалғап тексереміз. Сигнализацияны жалғадық. Қазір тексереміз біз. Менің микрофоным өшіп қалған екен. Бірақ та көлік есікті кілттеп, яғни сигнализация барлығы жасап тұр, құлыптап, ашып тұр. Достар, егер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, достарымызға жіберіп, қазақша контентті қолдап өтейік. Баршаға рахмет. Көлігіміз оталды.